Келесі синустар теоремасы. Синустар теоремасы арқылы біз мына нәрселерді шығара аламыз. Бірінші, егер үшбұрыштың бір қабырғасы мен оған қарсы жатқан бұрышы белгілі болатын болса, онда сол үшбұрышқа сырттай сызылған шеңбердің радиусын таба аламыз. Екінші, егер үшбұрыштың бір қабырғасы мен екі бұрышы белгілі болатын болса, онда біз үшінші немесе тағы екінші қабырғаларын табып алуға болады. Формуласы: егер үшбұрыш берілсін, қабырғалардың ұзындықтары А, Б, С және бұрыштары сәйкесінше альфа, бета, гамма болсын. Формуласы: А-ның синус альфа қатынасы, Б-ның синус бета қатынасы, С-ның синус гамма қатынасы тең болады. Және де олар 2R-ге тең болады. Мысал ретінде бір есеп шығарып көрейік. А, Б, С үшбұрышы берілген. Б бұрышының синусының мәнін табыңыз дейді. АБ 6-ға, АС 2-ге тең, С бұрышы 60 градусқа тең. Формула бойынша 6 бөлінген синус 60 тең болады 2 бөлінген синус Б бұрышы. Осы жерден пропорциямен шығарсақ, синус Б бұрышы тең болады түбірасында 3 бөлінген 6-ға. Жауабы түбірасы 3 бөлінген 6. Келесі мысал: АБС үшбұрышына сырттай сызылған шеңбердің радиусын табыңыз. Бұл жерде АБС үшбұрыш берілген, А бұрышының градустық өлшемі 30 градус, Б-С-ның ұзындығы 8-ге тең. Енді формула бойынша 8-дің синус 30 градусқа қатынасы тең болады 2R-ге. Осы жерден R тең 8-ге тең болатын шығарып аламыз. Жауабы 8.